Қайырлы күн қымбатты көрермендер, сіздермен пайдалы арна каналы. Бүгін сіздерге мемлекеттен берілетін тегін үйірмеге қатысу үшін даму бала қосымшасына қалай тіркелеміз, соны үйретемін. Бұл арнада күнделікті өмірдегі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол себепті міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, достар. Мемлекет тарапынан әрбір балаға бір үйірмеге тегін қатысуға мүмкіндік бар. Ол немесе шығармашылық үйірме, немесе спорт үйірмесі. Ең алдымен даму бала KZ деген сайтқа кіреміз. Осы жерден зарегистрироваться деген кнопканы басамыз. Осы жерден представитель ребенка дегенді таңдап, далее деген кнопканы басамыз. Бұл жерде ECP ключ арқылы кіруге болады, немесе EGOV Mobile қосымшасы арқылы кіруге болады. ECP-мызды таңдап кіреміз. Қол қоямыз. Осы жерде электронный почта таңдаймыз. Область таңдаймыз. Астана, город Астана, номер телефона және пароль енгіземіз. Даму бала сайтына кіргеннен кейін енді мына жерде мои дети деген окошко бар. Осы жерде егер балаларыңыз тіркелмеген болса, онда сіз тіркеу керексіз балаларды. Себебі сайтта ашылған бетте балаға кружокты алып үлгеру үшін сіздің балаңыз бұл сайтқа тіркелген болуы керек. Үстіңгі жерде добавить ребенка деген осындай адамның суреті бар, соны басамыз. Мына жерде баланың барлық деректерін енгіземіз. Аты жөні, отчествосы, иіні, жынысы, туған күні, айы, жылы, және осы жерде алдын ала компьютерге сақталып қойған баланың туу туралы куәлігінің көшірмесін енгіземіз. Каспи қосымшасынан алынған көшірме де жарай береді. Деректерді толтырып, осы жерге туу туралы куәлікті тіркегеннен кейін подписать и зарегистрировать деген кнопканы басамыз. Егер де дені сау бала болатын болса, мына жерде галочканы қоюдың қажеті жоқ. Тағы бір рет басамыз. Енді ECP-мызбен қол қоямыз. Балаңыз тіркелінді деген осындай окошко шығу керек. Продолжить деп басамыз, және де тіркелген баланы осы жерден мои дети дегенді басқан кезде, үстіңгі жақта мои дети деп бастаңыз, осы жерде сіздің балаңыздың тіркелгендігі шығып тұрады. Мына жерде баланың аты жөнін, тағы да басқа деректерін қайтадан өзгертуге болады, және де тағы да басқа бала қосатын болсаңыз, тағы да добавить ребенка деп тура осылай қосып шығамыз. Балаңыз даму бала сайтында тіркеліп тұр. Енді ваучер ашылған кезде тез орын алуға мүмкіндігіңіз бар. Ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға тіркеліп, пайдалы ақпараттардан құлақ қағыс болып жүріңіздер, достар.